Баршаңызға сәлем. Бүгін барбадос сиробын қолдана отырып мохито дайындаймыз үй жағдайында. Дәмі өте керемет болып шығады және тез дайындалады. Ең алдымен лимонымызды видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп кесіп аламыз. 3 дөңгелек жетеді. Осы 3 дөңгелекті ыдысымызға саламыз. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Келесі бізде мята керек. Мятаны мен алдын ала жуып дайындап алдым. Оны осы лимонымыздың үстінен саламыз. Енді үстінен барбадос сиробын құямыз. Келесі қант саламыз. Одан кейін газдалған суымызды құямыз. Спрайтта құюға болады. Егер де спрайт құятын болсаңыздар, онда қант салмайсыздар. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Міне біздің мохитомыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.